Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Құрметті мұсылман бауырларым, ораза басталғанымен оразаға қатысты сұрақтарды көбейіп бастайды. Оның бірі, ораза ұстаған адам кейбір себептермен аузын ашып жібереді. Енді сол аузын ашқан адамға қандай жаза шариғатта қолданады? Яғни ол қаза ұстау керек па, немесе оған қосымша кафаратта өтеу керек па? Тағы осындай сұрақтардың бірі, қандай жағдайда ораза ұстап жүрген адам аузын ашып жіберуге болады? Яғни кафаратсыз оған рұқсат аузын ашуға. Жалпы фиқ кітаптарымызға келетін болсақ, осы мәселені былай деп жауап береді: 8 түрлі адамға аузын ашуға рұқсат дейді. Қалған адамдар себепсіз, өзірсіз, дәлелсіз аузын ашатын болса, оған шариғат жаза қолданады. Яғни оған айыппұл қолданады, штраф деп айтады. Ол себепсіз ашатын болса, бір күн қазасын тағы 60 күн қатарынан оған кафарат өтеу керек. Енді фиқ кітаптарымызда 8 себепті, 8 өзірді былай деп санайды: 8 өзір, 8 себеп ол ораза ұстаған адамға оразасын ашуға рұқсат дейді. Бірінші ал-марад дейді, ауру адам оразасын ашуға. Ауру деген не? Ол ауру лиман хафа зиядатул марад ау ботул бур дейді. Ауру көбейем деген адам, яғни ораза ұстаған адам, ауру адам ораза ұстайды, бірақ сол ораза бұның ауруын күшейтуіне себеп болатын болса, ол да ашып жіберуге болады. Немесе ауруын жазылуын ұзаққа апаратын болса, сондай себеп болатын болса, ол ауру адам оразасын ашып жіберуге болады. Екінші ол сафар дейді. Сапарда жүрген адам үзірсіз де оразасын ашса күнәһар болады, бірақ оған кафарат уәжіп болмайды. Үшінші ол икрах. Икрах деген күшпен оразасын аштырса, бір адам оны күштеп оразасын аштырса, ол адамға да кафарат уәжіп болмайды, үзір оған рұқсат. Уал хабл уал риза дейді. Төртінші хабл, жүкті әйел, тағы бала емізіп жүрген әйел, хафат нұқсан ал-ағли уәл халак дейді. Егер өзінің немесе баласының ақылын кетуіне, ақылына зиян беруіне, жанына зиян беруіне қорқатын болса, ол екі әйелді оразасын ашып жіберуге болады. Оларға ешқандай кафарат болмайды. 6-7 уәл-жуи уәл-аташ дейді. Яғни қатты шөлдеп отқан, немесе қатты ашығып отқан адам, юхафу минхул халак, олар да, егер мен осы шөлден аузымды ашпасам, өліп қалам, немесе қатты ашығып отқан адам, мен бірдеме жемесем, бір зат жемесем, өліп қалам дейтін болса, қауіп болатын болса, оразасын ашуға болады. Бірақ тек қана мен нәпсім қиналып отыр, жаным қиналып отыр, ішейін деп нәпсі үшін ішетін болса, шөлдеген адам, ашыққан адам жесе, ол кафарат оған уәжіп болады. Ең соңғысы уакибирус сен дейді. Жалпы бұл 8 топ адамға ораза ұстамауға да рұқсат береді. Бірақ ұстаған жағдайда да бұлар ашып жіберсе, бұлар күнәһар болмайды. Уакибирус сен дейді. Қария кісілер, қарт кісілер ораза ұстамауға рұқсат. Бірақ ұстаған жағдайда да ашып жіберсе, оларға кафарат болмайды. Осы 8 топ адам қашан оразасын ашса, бұларға кафарат уәжіп болмайды. Тек қана бір күннің қазасын ұстайды. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху.